Сәлем достар, бүгін сіздермен тағы да Зара, бүгін сіздермен осындай керемет бір жасағаннан шығатын өте дәмді, нәп-нәзік болып пісетін рулет жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен арнама жазылып, қоңыраушаны қосып, мені қолдап отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Ал ендеше бірге жасайық. Алдымен осылай жұмыртқаларымыздың барлығын бірге таза ыдысымызға салып аламыз да, оның үстіне шым-шым ғана тұзымызды және де қантымызды салып, қантымыз толықтай еріп, жұмыртқамыз 2-3 есе болып көтерілгенше жақсылап тоқтатпастан миксерлеп алатын боламыз. Бұл жерде асығудың қажеті жоқ, себебі жақсылап миксерленген сайын, ұзақ миксерленген кейін біздің бисквитіміз түсіп кетпей әдемі болып көтеріліп шығады. Міне шамамен 10-15 минут миксерлеп алдым. Менің жұмыртқалы массамны осындай күйге ендігі кезекте азғантай бөлігін басқа бос ыдысымызға салып аламыз. Міне осындай аз көлемде, яғни 4-тен 1 бөлігін осылай алып алғаннан соң, оның сүтіміз бен сұйық майымызды, яғни тамаққа қосатын сұйық майымызды құйып, астынан үстіне қарай тоқтатпастан жайлап ақырын ғана қозғайтын боламыз. Содан соң массамыздың барлығын араластырып, астынан үстіне қарай тоқтатпастан араластырып аламыз. Ендігі кезекте жақсылап араласып болған соң, ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, разлехтелімізбен бірге, яғни қопсытқышымызбен бірге ұнымызды салып аламыз. Міне біздің массамыз дайын, осындай болып шығады. Ендігі кезекте мендегі формамның көлемі үлкен, 30-30 формама. Дәл осы массамызды жайғастырып, осылай шет-шетін туырлап, ішіндегі ауасын шығарып, міндетті түрде осылай ұрып жіберуіміз керек. Сонда ішіндегі ауалары шығады. 180 градуста толықтай пісіп шыққанда 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шықты. Ендігі кезекте осылай пергамент қағазынан ыстық кезінде босатып аламыз. Және де босатып болғаннан соң дәл осылай ыстық күйінде орауымыз шарт. Себебі біздің рулетіміз ораған кезде бөлініп кетпеуі керек. Ал ыстықтай ораған кезде біздің рулетіміз бұлай бөлініп кетпейді. Яғни дәл осы қалпында суы керек, шамамен 5-10 минуттай ұстасаңыздар болады. Ішіне кез келген өзіңізге ұнайтын кремдеріңізді, қалаған салманы салуларыңызға болады. Мен өзім қолдан жасаған вареное сгущенкамды пайдаландым. Осылай жұқарақ қылып бетіне жағып шығып, дәл осылай ақырын ғана рулетімізді орап аламыз. Дәл осылай орап болғаннан соң, холодильнигімізге кемінде 1 сағатқа салып қоямыз. Біздің креміміз жақсы сіңуі үшін дәл осылай ауа кірмейтіндей етіп салып қойсаңыздар болады. Ал ендеше міне біздің рулеттеріміз дайын, өте дәмді, керемет болып шығады. Бір жасағаннан шығады. Мен сіздерге кепілдік беремін. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндеп дайындасаңыздар болады. Ендеше арнама жазылып, қоңыраушаны қосып, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Келесі рецептте кездескенше.